Тамыздың 1-інде Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазы драма театрында Қазақстан 2050 жалпыұлттық қозғалысының бастамасымен мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен форум өтпек. Жиынның басты мақсаты еліміздің түкпір-түкпірінен түйткілді мәселелерді шешу. Мұндай форум Атырау мен Астанада өтіпті, енді кезек біздікі. Содан соң Шымкент пен Өскеменде өз жалғасын таппақ. Айта кеткен жөн, жиынның ерекшелігі сол өз өңіріндегі мәселелерге бай, жай қарамайтын кез келген азамат келіп қатысып өз ойын айта алады. Егер мүмкіндік болса, онлайн тіркеуге болады. Жиын американдық TED конференциясы форматында өтпек. 10 спикердің әрқайсысы 15 минут сөз алады. Форум форматы бейресми. Петропавл қаласындағы алғашқы форумды өткізгелі жатырмыз. Солтүстік қақпа бүгіні, кешегісі және ертеңі деп алып отырмыз. Солтүстік өңірлердің өзіне тән түйткілдері бар, өзіне тән мәселелері бар. Ол қандай мәселе болуы мүмкін? Мәселен, бір ғана білім саласын алатын болсақ, жастар жоғары оқу орындарына түсерде көбінесе Қазақстанның, осы солтүстік Қазақстанның оқу орындарының қымбат сынады және грантқа түсінуге қиын сынады. Сол себептен де көбінесе не Астанаға, не көршілес мына шекаралас жатқан Ресейдің оқу орындарына кетіп жатыр. Ал бұл ертең үлкен кетіп жатқан еңбек күші. Олар Ресейдің оқу орындарында тек қана оқып қана қоймай, сол жерде қалып қоятыны да жасырын емес. Оларға жұмысқа қолайлы жағдайлар жасалады. Олар сол жерде әбден танып біліп алғаннан кейін, сол жерде қалып қою ыңғайлы болуы мүмкін. Ал бұл біздің елімізге, тек қана солтүстік өңірлерге ғана емес, біздің елімізге үлкен төніп жатқан еңбек миграциясының қауіп қатері деп айтсақ, ол жаңсақтық болмайды.